бүгін жақсы күн, жұма, қасиетті Рамазан айының оразасы, Қадір түні. Құтты болсын, тілектеріңіз қабыл болсын. Жоба бойынша біздің пән бірлестігіміз шежіреге берген тақырыбымыз бейбіт күннің қаһармандары. Мақсатымыз білім алушыларға бейбіт күннің батырларының ерлігін дәріптеу, міндетіміз білім алушылар тақырыпты талқылау, ақпаратты іздеу, шешімдерді қабылдау, зерттеушілердің шығармашылық міндеттері бойынша өзіндік жұмысты бақылауға алу, ақпаратты талқыға салу. Мұндай болса, кезекті топқа бөлінген білім алушылар ортаға шықпайсыздар. Олар қазір оқушыларды топқа бөлеміз. Бірінші сөйлеп кімдер туралы, екінші сөйлеп топқа бөлу. Ал бірінші сөйлеп кімдер туралы? Қол көтеру. Наталья Александровна сөз береміз. Сөйлеткен мағлұмат жүргізеді. Здравствуйте, уважаемые гости, учащиеся и участники. Сегодня у нас такая достаточно очень интересная тема «Герой нашего времени». Да? И, в принципе, по жизни у нас случаются разные ситуации, когда не только люди в белых халатах, когда не только люди, которые тушат пожар, и люди, которые спасают из разных ситуаций, землетрясения, наводнения. Сейчас операция не нужна. И это делает его не только просто героем, да? Но таких людей очень много. Батырлық тек жерді қорғауды, сол жердегі әр азаматтың өмір шынайы еңбек ету. Отан қорғаушылар күнінің қарсаңындағы айтпас батырлыққа қала тұрғындары тәнті болды. Бауыржан Момышұлы ешкім батыр болып тумайды. Батырлыққа мінез секілді өскен орта көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады деген сөзі бар. Осыған орай бір күнде батырға айналған Абдырахман бойынан, полковниктің бойынан гранатаның 60-қа жуық жарылғаны Коронавирус бұл қазіргі таңда бүкіл дүние жүзін қамтыған дерт. Айының бірінші дүйсенбісінде халықаралық дәрігерлер күні атап өтіледі. Бұл дәрігерлердің ынтымақтастығы мен белсенді іс-қимылын көрсетеді. Балдары болса да вирусты жұқтыру оңай болды. Өйткені дәрігерлер коронавирустың алғашқы толқындарының кезінде ковидті науқастардың күнделікті байланыспен болды. Герои среди нас. В Алматы наградили рядового военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Нурканата Дуйсенова. Молодой человек во время пожара спас женщину и 3 детей. Благодарственное письмо от министра обороны получил не только виновник торжества, но и его родители, которые живут в Жаркенте. Трагедия произошла 11 марта. Возвращаясь со службы домой, 24-летний рядовой услышал крики о помощи из соседнего дома. До прибытия пожарных он вынес из горящей квартиры детей, старшим из которых всего 6. Енді сол бойынша осы топ